Шешендікті енді біз ар жағын жаңағы грек, Рим жерінен деп отырмыз ғой, ал біздің қазақ даласында, біздің қазақ халқындағы бастауларын қай кезеңнен қарастырған дұрыс? Сөйлей алмайтын адам ол құл болып есептелген. Бұндай сауал көне грек заманынан бері қойылған. Шорман жұлып алғандай, бәрін өзің жасап ала беретін болсаң, ғана бір таз, бір ақсақ екі балаң бар ғой, содан шорман жасап алмадың ба деп айтты. 13 жастағы. 13 жастағы бала. Бұл сөзге тоқтамаудан ба, әлде бұның басқа себебі бар ма? Бұл далада сен ешкім аямайды. Өзіңнің ішіндегі дертіңді, қоғамдағы дертті сен жасыратын болсаң, қоғам жойылып кетеді. Ал бұл жерде тек қана шындық айтылу керек. Ассалаумағалейкум, алаш жұрты. Дулат Бабатайұлы туыстап тұлпар жаратпай, алдынан топ таратпай, ел даузына қаратпай, жай оғындай оғатпай, анадан тудым дегенмен бастамаса ел ұланба деп еді. Ал біз қазір қандаймыз, қалай сөйлеп жүрміз? Ата-бабаның асыл мұрасы шешендік өнерді телефонға телмірген бүгінгі ұрпақ түсінеме, бағалай алама. 300-дің басы қосылған 300 адамдық тойдан 3 ауыз есті сөз тыңдай алмай қиналып қайтқан күн аз ба? Тіл тағдыры кімнің қолында? Не істемек керек? Осы және өзгеде сауалды студиямызға арнайы ат басын бұрған әдебиет танушы, зерттеуші, филология ғылымдарының кандидаты Мамай Ахетке қоямыз. Мамай аға қай кезеңде, қай жерде болса да бүкпес әңгіме айтуға дайын екенін жақсы білеміз. Бүгін де солай болатынына сенімдіміз. Студиямызға қош келдіңіз. Енді Мамай аға, сізбен әңгімелесетін тақырып көп, бірақ бүгінгі тақырыпты шешендік өнер және тіл тағдыр деп алдық. Осы тақырып төңірегінде біраз сұрақтарға жауап іздесек деп отырмыз. Енді бүгінгі күнгі өзіміздің ортамыздағы замандастарымыздан бүгінгі күннің шешені кім деп сұраса, сіздің атыңызды көбірек айтады. Қала берді, оның ар жағында сіз осы шешендік өнерді кәсіби тұрғыдан, теориялық тұрғыдан зерттеп жүрсіз. Осы шешендік өнерді зерттеу мен игеруге қызығушылық қалай пайда болды, не түрткі болды? Бұл өзі шешендік деген бұрын біздің ұлтымыздың кескін келбеті, бұрын біздің қалай айтсақ болады, мынау сөзің өзің деп түсінген бұрынғы қазақ. Бірақ қазақтың сөзі саясаттан, мынау экономикадан, сот ісінен шеттетілген заман болды. Дәл осындай кезеңдерде қазақтың сөзінің барып тығылған жері ол мынау тұрмыстық деңгейдегі той томалақ қана болып қалды. Себебі мемлекеттегі барлық маңызды мәселелер ол орыс тілінде шешіліп жатты. Бұл кешегі кеңес заманындағы бір қызық деректі айтайын мен. 1981 жылы осы Алматы қаласында малшылардың, қойшылардың үлкен бір жиыны болады. Осы жиында арнайы баяндама жасау үшін сол кезеңдегі мынау премьер-министр, министрлер кеңесінің төрағасы Бәйкен Әшімұлы Әшімовке баяндама жасау тапсырылады. Ол енді бүкіл қойшыларды жинап алып, олардың алдында мен қалай орысша сөз сөйлеп тұрам деп, сөйтіп қазақша баяндама жасайды, бірнеше күн дайындалып. Осы кеңестер одағы кезіндегі ең мемлекеттік деңгейдегі Қазақстандағы қазақ тілінде өткен жалғыз жиын осыған екен. Осыдан-ақ біздің қазақ тілінің сол кездегі жағдайын білуге болады. Енді бұл қазақ сөзі ішінара жоғарғы оқу орындарында ғана оқытылды. Содан кейін мынау кинода, мықты дубляж саласындағы мамандар, одан қалды театрларда ғана қолданылды. Өзі жер бетінде мыңдаған кәсіп бар десек, соның 4-5-еуінде ғана қазақтың сөзі қолданылатын еді. Ол қазақ тілінен оқыту, тағы сол артистер қазақша басқа салалардың ешқайсында қолданылмайтын дәрежеге жетті. Сонымен 90-шы жылдары мынау қазақ мемлекеттік заң институты деген институт ашылды. Осы институтта сол кезде Нағашыбай Шайкеновтың ұйық болуымен, сол кезеңдегі Еркеш Қалиұлы Нұрпейісов ректор болып, осы жерде мен сабақ беруге, осы сабақ беретіндей жағдай туды, университетті енді бітірген кезіміз. Сонда оқып жүрген кезімізде орыс топтарына мемлекет пен құқықтың тарихы деген оқытылады. Орыс тілінде. Содан кейін сот риторикасы деген, судебная риторика деген пән оқытылады. Оны сол кездегі филология ғылымдарының докторы Газинур Габдулұлы Гиздатов деген кісі орысша оқиды. Судебная риторика. Ішінде қазақтың да би-шешендері туралы айтады, бірақ барлығы орысша айтылады. Енді осыны қазақ топтарына оқу керек болды, сот риторикасы деген пәннен. Осы кезеңнен бастап
осымен айналысу керек екендігі. Яғни мынау мемлекеттік деңгейде сот ісі кеше ғана ұлы мынау ердің құнын екі ауыз сөзбен шешкен ұлы дәстүрді соны қайтадан жаңғырту қажеттілігі осы санамызда тұрды. Содан кейін мен осымен айналысуды сол кезеңдерден барып бастадым. Сөйтіп жүрген кезінде Бақытжан Майтанов жетекшім, сонымен кандидаттық диссертацияның тақырыбын бекіту керек болды да. Содан екеуміз Зейнолла Қабдоловқа барып, сол кісіге айтып отырып, мынау әуезов драматургиясындағы шешендік дәстүр деген тақырыпты бекітіп алдық. Бұл сол кезеңдердегі осы шешендікті ең жақсы көрсететін драматургиядағы баяғы еңлік кебектерден бастап осы жақсы көрінетін, осыдан бастап осымен мен кәсіби деңгейде айналысып, содан бері диссертация қорғадым. Содан бері қарай осыны айналдырып келе жатырмын. Келуіме осы себеп болды. Ал енді ауызша күнделікті өмірде шешен сөйлеуге бейімделу жағы сізден бұрыннан бар ма? Енді кейде бұны жетілдіріп, дамытып, өзіне үздіксіз көп оқу арқылы, жаттығу арқылы да келеді, қанмен де берілетін қасиет болады деген сияқты. Мен осыны байқай келе, бұл мәселе, бұндай сауал көне грек заманынан бері қойылған. Мысалға, бір сала бойынша білім, белгілі бір сала, ол құлдардың үлесі деп есептелген көне гректерде. Ал енді барлық салалар бойынша білім болу, бұл соларды басқаратын адамның, осы басқаратын адамдардың әртүрлі саладан хабары болу керек деген, мынау жалпы білім беру деген мәселе осыдан кеп қалыптасқан. Шешендікке байланысты ең алғашқы теорияларда осы көне грек пен римде қалыптасты. Бұл не деген сөз? Ең бірінші қоғамның ішінде мынау идиот деген сөз бар орыстардың, нақұрыс деп аударып жүрміз, біз Достоевскийдің атақты романы бар. Бұл идиот деген сөз мемлекеттің мәселесіне араласпайтын, өз бетінше жүретін адамдарды солай деп атаған. Яғни қоғам тіршілігіне, қоғам өміріне араласпайтын адамдар. Және кез келген толыққанды Римнің немесе гректің азаматы, Афинның азаматы, бұл осы сөзді білу керек, сөйлей білу керек деген, бұл осындай талап ретінде қойылған. Өйткені біз осы күнге шейін сайлауда дауыс беру дейміз ғой. Сөйлей алмайтын адам ол құл болып есептелген. Ол сөйлей алмайды елдің алдына шығып. Дауыс бере алмайды, дауысын көтере алмайды, дауысын шығара алмайды. Ана Наполеон айтатын сөйлей алмаған адам мәнсапта жасай алмайды деген. Бұл жерде құл мен құл болмаудың екеуінің парқы сияқты болған. Яғни сөйлей білу, бұл құл ол сөйлемейді, тек жұмыс істейді. Ал толыққанды азамат өзінің айтары бар. Бұл сөйлей білу керек деген. Міне сол кезеңдерден бастап қалыптасты. Енді мен осыған байқағаным, бұл өзі дұрыс сөйлеу, сөйлей білу мәселесі, бұл біріншіден қанмен де берілетін секілді. Мысалы, мынау Қаракөктің тұқымы деген атақты қаз дауысты Қазыбектің бүкіл әулеті біріншіден кез келген мәселеге, мысалы, спорттың немесе бір түргі адамның өзінің физиологиялық жағынан бейім болуы секілді, осы туылғаннан-ақ адам өзі соған бейім болып туып, одан кейін дәл сондай ортаға түскеннен кейін оның осы қасиетін одан ары қарай дамытып алып кететін, мысалы, көне гректерде осындай мектептер болған, риторикалық мектептер ашқан. Сол секілді екінші біреулер, мынау Демоспен деген шешен болған, одан сөйлеген сөзінен майшамның иісі шығады деп замандастар айтқан. Олай болған себебі бұл үздіксіз дайындалу арқасында мынау тіліндегі мүкістердің бәрін жою үшін аузына тас салып алып сөйлепті деп аңыз қылады. Екінші біреулер тек қана дайындалу үшін, жұрттың көзіне түспес үшін өзінің шашының жартысын алып тастап, сөйтіп дайындалып деп теңіздің шуым дауысын шығару үшін теңіздің жағасына барып, теңіздің шуым басып дауысын шығарып дайындалып деп. Қысқасы, бұл дайындықпен келетіндер де бар. Енді тарихтан қарап отырсаңыз, мынау Әжібайдың сарысы деген, Бала би дегендер, мынау Шорман 13 жастарында би болған. Бір қызық дерек, Шорманға сол кезеңдердегі Бекболат бидің айтатыны бар. Сөйлесе болды, алдын кес-кестеп, Шорман сөйлеп қоймаған ғой. Сен осы мынау Лақтеке секілді алдымызды кес-кестеп қоймадың ғой. Сені осындай жасаған, Шорман жасаған өзіміз ғой деген кезде Шорман жұлып алғандай. Бәрін өзің жасап ала беретін болсаң, ана бір таз, бір ақсақ екі балаң бар ғой, содан Шорман жасап алмадың ба деп айтты. 13 жастағы. 13 жастағы бала. Бұндай қасиетті бүкіл ел болып ерте байқайды, бұны тұтастай рудың, елдің
бір қасиетті деп бағалағанда, оның осындай қасиетін жетілдіріп отыру үшін әртүрлі жоралғылар жасаған. Атақты билерге барып, солардың қасына ұстаған. Одан кейін барып, солардың батасын алғызған. Батасын алғанда жай бата емес, ол барып соның қасында сөзін тыңдайды. Сұрақтар қойылады. Құнанбайдың өзі Абай жолын бастаған кезде 3 күндік жолдың соңғы күніне бала шәкірт бәрін салды деп басталатын Абай жолында соны алдыртып отырғаны Құнанбайдың. Сол өзінің қасына ұстап, осы Абайды осы билікке, осы елді басқаруға, осы баулайтын кезде содан мектептерден шығарып алып. Және осы әлгі жұрттың барлығы оны Ысқақтан үлкен үміт күтіп, барлығы Ысқақ пысық деп айып жүрген кезде, не күтсеңдер де мына менің осы қарадан күтіңдер деп Абайды айтатыны, ол жас күнінен бастап Құнанбай осы Абайды қасына ел ішіндегі үлкен романның ішінде де бар, әлгі жұмсап отыратыны. Бұрынғы кезеңдердегі бұл күні дәстүр. Яғни жас күніндегі елдің атынан сөйлеуге қабілетті жастарды жастай танып, осыларды ұлы аламан бәйгеге дайындаған тұлпар секілді сөйтіп дайындап алып барып, және бұл бір атаның немесе бір әулеттің ғана игілігі деп емес, тұтастай елдің игілігі. Шешеннің сөз ортақ деген сөз бар. Шешеннің сөз ортақ болатыны, бұл осындай адамдарды елдің игілігі деп қабылдап, осыларды баулып, бұларды күнделікті тұрмыстағы мынау шаруашылықтың жұмыстарынан шамалы боста ұстап, жұмсаған кезде елдің сөзін тыңдасын деп, бұрыннан бері келе жатқан көне құймақұлақтық қасиетті өзі бір-екі рет байқағаннан кейін, бұндайлар осылай жетілдіріп отырған. Ал енді осы шешендікті енді біз ар жағын жаңа грек, рим жерінен деп отырмыз ғой, ал біздің қазақ даласында, біздің қазақ халқындағы бастауларын қай кезеңнен қарастырған дұрыс? Мен мына шешен деген сөзді қайдан шықты деген осымен зерттеп көрдім. Онда зерттегенімде бұл не о баста шығу төркіні мынау біздің Сібірдегі түрік халықтары, сол жердегі моңғолдармен аралас, сол жердегі негізінен аңшылық кәсібімен айналысқан ортада пайда болған екен. Олардың орталарында жалпы аңшы қауымда олардың өмірі кездейсоқтыққа толы. Егер бүгін аңды ұстай алсаң, кешке қарның тоқ болады. Ертең ары қарай өмірің жалғасуы мүмкін. Ал мына өзінің алдында малы бар адамдарда олай емес. Бұларды жоспарлы экономика деуге болады, малы барларды. Өйткені қай малының қайда жайылып жүргенін, қайсының қай күні сойып жеуге болатынын бұлар жоспарлай алады. Ал мына аң шаруашылығымен айналысқандар, олар өмірлері кездейсоқтыққа толы. Сосын бұларда кездейсоқтыққа толы жерде тылсым күштерге сенім артады. Ал енді сол тылсым күштермен арада бұлардың мұң-мұқтажын жеткізе алатын адамдар болатын болған. Оларды рухани делдалдар деген. Және жоралғылық делдалдар деп атаған. Оның фольклорда бар, көптеген Сібір халықтарының фольклорында. Осы адамдар келіп орманның иесі, таудың иесі, жердің иесі деген Алтайдың мифологиясында бар, ердің иесі дейді. Осыларға барып, осылардың халықтың мұң-мұқтажын айтып түсіндіріп беретін адамдар болған. Олар сол аңшылармен бірдей үлес алады, егер аңды атса. Сөйтіп, ал олардың міндеті шығып, далаға барып, орманға барып, немесе суға, көлге барып, жағдайды айтады. Және жеріне жеткізіп, бұсылардың мұң-мұқтажын айта алатын адамдар. Міне, о бастағы цецен деген сөз, шешен деген сөз, бұл су жақтан пайда болады. Оның алғашқы мағынасы, байқап көрсек, бұл мерген деген бір мағынасы бар. Мерген, цецен деген сөздің. Екінші бір мағынасы өзгелерге ұқсамайтын айрықша деген. Сонда осындай қасиеттерге дөп тигізетін деген, сосын өзгелерге ұқсамайтын қасиеттер, бұл басқа тылсым күштермен байланысы бар адам деген шығады. Сөйтеді, бұлар бергізен цецен деген, мына Шыңғысханның арғы ата-бабаларын қарасаңыз, Сибинбагай цецен, цеценде деген, сечан деген сөздер, бұлар осы кейіннен барып келген. Бізге Шыңғысханның жорықтарымен бірге келді ме екен деген менде жорамал бар. Себебі 11-ші ғасырдағы Махмуд Қашқаридің Диуани лұғат ат түргінде шешен сөз кездеспейді. Оның орнында басқа әлгі сөздер қолданылады. Сөзге шебер ділмар деген. Ал дәл термин ретінде шешен сөзі содан бергі 12-ші ғасыр Шыңғысханның жорықтарынан кейін. Яғни сол Сібірдегі түркі халықтарының бері қарай, әрине оған дейінгі ондай қасиет болмады деп емес. Ол кезеңдерде сөз болған. Ардан башы тіл дейді Махмуд Қашқари. Яғни ізгіліктің, игіліктің басы тіл дейді.
кім Махмуд Қашқари. Ол кезеңдерде сөздің күлті болған. Онан дейін, ал бірақ дәл сол мына нақты термин ретінде шешен дегенге келетін болсақ, одан кейін осы түрік халықтарының әрқайсысында әртүрлі қолданылады. Біреулерінде, мысалға ұйғырларда чечен деген сөз, бұл кәдімгі осы шешенмен бірге денесі кіршіксіз таза деген мағынаны білдіреді. Яғни кіршіксіз. Екінші, біреулерінде, мысалы башқұрттарда шешен деген бұл айтыс ақынын айтады. Айтыс ақынын шешен дейді. Ендігі біреулерінде гүл өсірушіні айтатын жерлері бар. Сосын сұлу деген мағынаны беретін кездер бар. Бұның барлығы сипаттамасы бұл өзгелерге ұқсамайтын, өзгелерден ерекше айтқанын дәл тигізетін деген бірнеше мағыналардың жинақталып келіп, осы шешен сөзі шығады. Демек енді бұл шешендік кезіндегі мынау біздің енді арғы бабаларымыз саналатын ғұндардың, сақтардың кезеңдерінің өзінде де олардың көсемдері елді ұйыту үшін осы сөз құдіретіне бағынған, тіпті осыған табынған, осының негізгі тиянақ тірек еткен деп айтуға болатын шығар. Бұл былай қызық бір дерек бар. Мысалы Анахарсис. Анахарсисті біз айтамыз да қоямыз, оны кейде біз қазақыландырғанымыз келеді. Анақарсис деп, ол оған көнбейтін секілді. Бұл көктің үні деген сөз екен. Көне грек тілінен аударған кезде Анахарсис деген. Ол енді бұл көктің үні деген сөзді ол біздің жаңағы нанымымызға, сол кездегі тәңірлік дінімізге байланысты айтты екен. Жоқ әлде сөйлеген кезде күркіреп, солай қылып сөйледі екен, сондай ат берген Анахарсиске. Ол кісінің сақталып қалу себебі 70-тен аса сол кездегі дерек көздерге ілінген. Атақты әлгі Диоген, жұрттың барлығы білетін, Платонның шығармаларына енген, сол данышпандардың тізіміне енген. Бұның нағашы жұрты гректер болғанда солармен алмасып отырған. Сөйтіп бұл атақты жер бетіндегі ең бірінші заң шығарушы Салонмен кездеседі. Сол Салонмен екеуі кездесіп, Салон бұған көрсетеді. Жер бетіндегі ең бірінші адамдардың арасында заң жүйелеген адам ғой Салон деген. Сол көрсетеді. Міне мынадай мен адамдардың өмір сүру ережесін белгіледім деп қарап көреді, танысып қалай дейді, танысып көреді да, заңың жақсы екен, бірақ мына өрмекшінің торы секілді майда шыбын-шіркей түседі екен да, ірілері байлар дар еткізіп өте шығады екен деп айтты дейді. Екінші сұрақ қояды өзіне. Мынау өлілер көп па, тірілер көп па дегенде Анахарсис қарсы сұрақ қояды. Кемедегілерді қайсысына қосамыз деп айтты дейді. Анахарсис. Сосын базарға алып барып көріп, базарды аралап келіп, қалай екен біздің базар дегенде, бұл адамдардың бірін-бірін алдау үшін ойластырылып тапқан жер екен деп айтты дейді. Қысқасы, Анахарсистің осындай сөздерінің барлығы көптеген сөздері сол кезеңдердегі гректердің деректерінде жазылып қалған. Анахарсис айтты деген. Және жаңағы данышпан сақ деп бұны бір ауыздан мойындайды. Яғни сақ елінен. Сондықтан бұны ешкім жоққа шығара алмайды. Егер сол кездің жазба деректеріне түспегенде, біз одан айырылатын едік. Одан кейінгі Томирис деген әлгі фильм түсіріп жүргеніміз, оның атақты сөзі Кирдің бір ауыз сөзі арқылы сақталып қалып отыр. Өмірі қанға тоймап едің, енді міне қаны іш деген бір ауыз сөз арқылы, осы сөз арқылы сол Томирис тарихта қалды. Мысал үшін. Енді мынау әлгі ғұндардың бастап бүкіл Европаға баратын Атиланы. 500 мыңдық әскері болды дейді. Ол заманда басқарудың басқа құралы жоқ. Сен өзіңнің соңына 500 мың атты әскерді ертіп жүру үшін саған қандай құдірет күш керек? Тек қана егер бетпе-бет соғысатын болсаң, көп болса 5-6 адамды, 10 адамды жығарсың. Ал ананшама адамдарды соңына ертіп алып жүру үшін адамға қаншалықты күш керек? Және қаншалықты ақыл керек? Және өзің айтқан сөзіңді біріншіден мойындатып, содан кейін соған көзін жеткізіп, барлығын тастап, соңына ертіп апарып Европаны шабатындай. Міне, сол кезеңдердегі ғұндардың ортасында да сөздің культі болғандығына бұл үлкен жарқын дәлел. Соншалықты адамды ертіп алып бару деген. Енді мынау Үйсін кезеңіне келейік. Үйсін кезеңінде де Гудухау дегендерді айтады. Яғни патшаның жанындағы серіктердің, Қытайдың деректерінде Гудухаулары болып дейді. Солармен ақылдасып шешті дейді. Біз мына мәселеге назар аударуымыз керек. Мынау мемлекеттің қалыптасуында 3 түрлі өзі мынау дәстүр болды. Ол Қытай, екінші үнді және грек-рим мемлекеттік. Соның ішіндегі Қытайда Күнұлы деп император және соның төбесінің жанындағы ат төбелінде ғана адамдармен бұлар мәселенің бәрін солармен талқылайды. Ал жалпы халыққа бұқаралық сипат ала алмады шешендік өнер.
Ол жерлерде тек қана жоғарыдағылардың ғана, билеушілердің ғана ол игілігі секілді болып көрінді. Ал төменгілер, бұлар онымен араласпау керек мемлекеттің ісімен. Олар тек шаруашылығын ғана білу керек деген. Бұл Қытайдағы дәстүр. Ал мынау Үндістандағы жағдай, бұл үш түрлі кастадан тұрды, білесіздер. Әлгі шрути деп жаңа жоғарғы каста, орта, бұлар бір-бірімен араласқан жоқ. Бұлардың арасында да жалпылық сипат ала алмады. Жалпы сөйлеу өнері. Олар әр бірге өмір сүріп отырғанмен параллель әлгі әлемдерде өмір сүріп отырғанда бір-бірімен араласып құраласып болған жоқ. Грек римдердің бір артықшылығы, бұнда демократия деген нәрсенің, мына демократия шешендікті туғызады. Шешендік демократияның екеуі бірін-бірінен туындап отыратын нәрсе. Мысалға, жұрттың бәрі сөз өз ойын айтатын жерде, бұл әлгі жұрттың бәріне мүмкіндік берілетін жерде демократия болады. Ал демократия өз кезегінде сол сөздің дамуына, сөйлеудің дамуына жағдай жасайды. Көрдіңіз ба? Осы екеуі бірін-біріне. Біздің қазақ өркениеті, далалық өркениет, осы гректің, римнің несінен өмір сүру деңгейінен не ұқсас болды. Бірақ біздегі жағдай бұл табиғатпен бетпе-бет, бұл табиғи сұрыпталу заңдылығы еді. Ауруын жасырған өледі деген бір принцип бар. Бұл далада сен ешкім аямайды. Өзіңнің ішіндегі дертіңді, қоғамдағы дертті сен жасыратын болсаң, қоғам жойылып кетеді. Ал бұл жерде тек қана шындық айтылу керек. Және шындықты айту культі, сөйлеудің культі осыдан келіп шықты. Бұл өзіңізді өзің сақтап қалудың, бұл бірден бір әлгі несі алғы шарт еді. Тағы бір қызық мәселе бар. Әскери демократия деген термин бар. Бұны Морган деген ғалым енгізген, әскери демократия. Бұны ең басында сол енгізеді, бұл анау алғашқы қауымдық құрылыстың кезіндегі адамдардың барлығының бір мезгілде сол әрі аңдарды немесе өзін өзі қорғайтын әрі әскер, әрі халық деген терминді. Кейіннен бұны Маркс пен Энгельс кәдімгі үлкен философиялық категорияға жеткізді. Яғни әскери демократия деген сөз, бұл бір мезгілде әрі халық, көшпелі өркениетте. Сөйте тұра, бұлар әскердің құрамында да осылар. Осындай жағдайда жұрттың барлығына өзін өзі айтуға, өз ойын көкейіндегісін айтуға осындай мүмкіндік берілді. Шыңғыс ханның заманы осы адамдардың әлеуетін, потенциалын мейлінше жақсы пайдаланған осы жүйе болды. Шыңғыс ханды осының үшін ол кез келген адамға көкейіндегісін айтуға мүмкіндік берді. Өзінің жанындағы 9 тұғырыл дейді, әлгі жебе кімдер деп келетін, бұлардың барлықтары айтар сөзін ірікпей сол жерде айтатын еді. Көпшілік ойлайды, Шыңғыс хандікі бұл жаңағы өзінің ғана билігіне, шексіз билігіне құрылған, олай емес еді. Нағыз әскери демократияның жандандырған, кейін бүкіл біздің Шыңғыс ханнан бастау алатын біздің мемлекеттік жүйемізге ықпал еткен осы жаса деген, істің жосығы деген сөз сол кезеңдерден бастап енді. Шыңғыс ханның өзінің сөздерін кезінде айтқан сөздер өте терең болған мағынасы. Шыңғыс хан: менің дүркіретіп әскерім өтеді. Әскерім өте алмаған жерден алтын артқан есегім өтеді. Алтын артқан есегім өте алмаған жерден мына менің ұлы қалған Шыңғыс ханның мақтау сөзі өтеді деген. Бұны жазып отырған сол кездегі, және оны білік деп атаған. Біздің мынау түрік қауымдарындағы құтадығу білік деп жүргендегі білік деген сөз, сол Шыңғыс ханның айтылған сөздерін білік деп атап, осыны жазып қалдырып, кейін бір орынға кандидатуралар, сол әулеттен бір орынға мемлекеттік қызметке ұсынылатын болса, білікті кім көп біледі, сол орынға тағайындалатын болған. Қысқасы, осыдан бастап бұл Шыңғыс ханның кезінде ойды ірікпеу, ойыңдағы сөзді айту. Содан кейін Шыңғыс ханның бұл мынау әлгі неде де бар, Моңғолдың құпия шежіресінде де бар, мынау әлгі алтын топшыда да бар. Өзімен бірге, бізбен бірге, мысалға түмен басылар, пәлен адам өзімен бірге ертіп келсін, бізбен жүруге лайықты. Екінші, мың басылар өзімен бірге пәлен адам достарымен інілерін ертіп келсін. Сонда бұлар елдің ішіндегі лайықты деген адамдарды сұрыптап алуда, және ештеңеде, еш уақытта да өлімнен қорықпай, шындықты айта алатын адамдарды сұрыптап алуда, бұл өте жақсы жүйе құрған. Бұл кейіннен осы ортада, осы қоғамда, осы мемлекеттік жүйеде шешендіктің дамуына, сөз культінің қалыптасуына ықпал еткен фактор болған. Біздің мынау қазақ хандығы кезеңінде де кешегі жыраулардың
би шешендердің қасында отырып оларға кеңес беруі, дат айтуы, тіпті кеше еңсегей бойлы ер есім, есім сені есірткен есілдеменің кеңесін дейтін жиенбеттердің сөзі, бұл да біздегі бұл демократияның жарқын көрінісі ғой. Мынау қазақ хандығы құрылғаннан кейінгі кезеңдегі жағдай өзі басқаша құрылды. Ғылыми деректер айтады, мынау Алтын Орданың кезінде өте үлкен канцелярия жұмыс істеген. Ол кезеңдерде көпшілік мәселені кәдімгідей бүгінгі таңдағыдай канцелярия жұмыс жасап, ал енді қазақ хандығы құрылған кезге қарайтын болсақ, Керей мен Жәнібек бөлініп шыққан 1460-65 жылдар деп жүрміз ғой. Сол кезеңдерден бастап ешқандай ол кезде кеңсе жоқ. Бірақ дәл мемлекеттерде атқарылуға тиісті істердің барлығы сол кезде бұл жаңа құрылымдан атқарылу керек қой. Ол ұрпақты тәрбиелеу, ол өзге елдермен байланыс жүргізу, ол сол мемлекетті басқару, Жерді сақтау, шаруашылық жүргізу, осының барлығы енді қағаз қаламның жазудың қатысынсыз енді кім жүргізеді? Территория өте үлкен. Мынау қазақ даласын басқарудың сол кезеңдерде өзіңіз ойлап қараңыз, бір басымен бір басына бұл айлап жүреді аттың өзі. Енді Керей мен Жәнібек негізін қалап бөлек кеткеннен кейін негізгі үлкен реформаларды жасаған Қасым хан болды. Енді мынау отырықшыл мемлекеттердегі идеология жүргізу ол басқаша. О жерлерде жұма намазға немесе тағы басқа діни қайраткерлерге сүйенді, жанындағы мынау тіпті кеше Қоқан хандығына деген солай болып келді. Ал енді Қасым хан бір басымен бір басына ол адамның өмірі жетпейтін жердегі адамдарды басқару тура келді. Әлкей Хақанұлы Марғұлан жазады. Бұл Қасым ханның қасқа жолы, бұл әлгі дінге қарсы жасалған шара деп. Ондағысы мына ислам дінін толық жоққа шығарады деген емес. Ол солардың жасалған әлгі күнделікті жоралғылары бұл жерге жасауға келмейді деген мағынаны білдіреді. Сондықтан мына Ахмет Яссауи философиясының өзекті болатын жерде осыдан келіп шығады. Яғни күнделікті мешітте отырып алып уағыз айту бар да, елдің арасына шығып руханиятты түсіндірудің мәселесі, мемлекеттік саясатты түсіндірудің жүйесі бұл кең алып далада басқаша. Енді көз алдыңызға елестетіп көрсеңіз, отырықшыл егінмен айналысатын адамға қаншалық жер керек? Санаулы гектар ғана керек болуы мүмкін. Соны игере алса. Ал мал шаруашылығын басқаратын адамға ол өте үлкен ауқымды мыңдаған, жүздеген мың гектар жер керек. Сонда осы жерлерде экономика жүргізу, осылардың барлығын басқару, осының барлығын ауызша жүргізілді. Міндетті түрде осыны басқара алатын адамдар осы сөзді тереңнен меңгеру керек болды. Бұл ел болған жерде, қоғам өмір сүріп жатқан жерде, о жерде даудамай туылмай тұрмайды. Би шешендерінде шығатын Зиман басқа түрік халықтарынан гөрі қазақ билерінің қызметі бұл сот әділдік жолына қарай жақын болып қалыптасты деген осыдан келіп шығады. Бұған кейіннен орыстардың өздері таңғалған қағаз қаламның қатысынсыз екі ауыз сөз айтады да, сонымен екі жақ бірін-бірін өлтіруге келіп отырған халықтар екі жақ соған мәмілеге келе қалады. Мынау шешендік неліктен өнер болды? Екі жақ бірін-бірін осы көрместей болайын деп отыр. Алып территорияға таласайын деп отыр. Немесе ондаған мың жылқыға, малға таласайын деп отыр. Немесе біреудің жесіріне таласайын деп отыр. Адамның құны бар деген сияқты. Соғымы келді да, бір жағынан шыққан бір би, екінші жағынан шыққан екінші би келді, екі ауыз сөз айтты, екі жақ соған келіп тоқтады. Ең аяғы кешегі абайларға шейін келді. Абайдың Әзімбай деген інісі екеулері бауырымен бірге Қаражырық деген әлгі қаршығасын біреу алып қойып, кейін орнына ештеңе берме деп қаршығасын қайтып алып келеді. Соған Абайға келіп жүгінеді екеуі. Мынау менің қаршығасын беріп еді, қайтып алып қойды. Екі кезінде дос болып еді деп. Сосын Абай айтты дейді, тамыр болдың, айтыс жоқ, қолдан бердің, қайтыс жоқ деп бір-ақ ауыз сөз айтты. Бітті, сонымен мәселе шешілді. Екеуің дос болдыңдар, ешкімнің айтысы жоқ. Енді қолыңнан қайтып беріп қойдың, енді қайтарылмайды деген мағынаны осы екі-ақ ауыз сөздің ішіне сыйғызды. Міне, сөзді сығымдап алып кеп, осындай елдің ішінде қан төгілейін деп тұрған жерден түйінді мәселені шешіп жіберу, бұл нағыз өнер деген сол шешен. Ал енді біздегі осы ең жақсы қасиетіміз аталы сөзге тоқтау, өзгені сөзге тоқтата білу еді.
Енді өкінішке орай қазіргі күнге оралсақ, әлеуметтік желілерде біреудің біреу жер жебіріне жетіп ит терісін басына қаптап жатады. Сол кезде оларға арашаш тоқтау салатындарға қарағанда от көсеп, от қойып, отқа май құятындар көп. Бұл сөзге тоқтамаудан ба, әлде бұның басқа себебі бар ма? Бұны қалай байланыстыруға болады, қалай түсінуге болады, неге осындай деңгейге жеттік? Енді бұның барлығы да қоғамдағы мынау рухани тәрбиеге келіп тіреледі. Ар ұят деген мәселеге келіп тіреледі деп ойлаймын. Бұл жүз жерден сырттан айтқанмен, ол Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді қазақта. Ол Құдайдан қорықпаған адамнан, ол сондай адамдардан қорқу керек, шын мәнінде солай. Біздің тілімізден, дәстүрімізден көп нәрседен біз айырылып қала жаздаған кеше қиын кезеңдер болды. Олай болатын себебін біз айттық жаңа. Мысалға сөзді де айтып отыру үшін, оны дәстүріңді жалғастырып отыру үшін белгілі бір мінбер болу керек. Жаңағы сөздердің, аталы сөздердің барлығын айтып отыратын, солардың барлығын үнемі қайталап отыратын, өзі шешендіктің 5 түрі болады деп естіледі теориясында. Ол саяси тақырыпқа сөйлеу, екінші мынау академиялық білімір шешен сөзде білім саласында сөйлеу, үшінші той томалақта сөйлеу, мынау тұрмыстық, әлеуметтік тұрмыстық жиындарда, содан кейін діни тақырыпта сөйлеу, уағыз, содан кейін соттағы сөз. Міне осы 5 түрлі сөзі болады. Осы 5 түрлі сөйлейтін сөздің Кеңестер одағының кезінде 20 ғасырдың 30 жылдарынан бастап қазақтың сөзі саясаттан ығыстырылды. Екінші соттан ығыстырылды. Дінге толығымен әлгі не қойылды, шектеу қойылды. Сонда қазақтың сөзінің барып қалған жері ішінара мынау академиялық университеттерде әуезовтердің оқыған лекциясы түрінде, кейін әуезовтерден кейін сәбеңдер жалғастырды, ғабеңдер, мысалы Зейнолла Қабдоловтарға, Тұрсекеңдерге дейін жалғасқан осы дәстүр, осы академиялық шешендік сөздің, білімір шешен сөздің бір тармағы болатын. Міне, ол осы ғана. Қалған жерлерде дәстүр қалмады. Біздің қазір біресе ана уағызшының сөзіне, біресе мына уағызшының сөзіне ұйып отырғанымыз бізде осы мынау сабақтастықтың үзілгендігінен болып отыр. Ал оған дейінгі біздің діни тақырыптағы сөздеріміздің бәрінің жүйесі болған. Сондықтан басқа діннің өкілдері басқаша нәрсені біздің қазақ қоғамы бұрын қабылдамаған. Бұған қарсы иммунитеті болған былайша айтқанда. Осы әлсіреген кезде келіп бізге мунистер де өздерінің келіп дінін айтқысы келіп отыр. Енді аттарын атасам тағы да әртүрлі діни секталар мен діни ұйымдар осы вакуумнан кеше Кеңестер одағында 70 жыл бойы бос кеңістіктен өз орнын алып қалуға тырысып, осында келіп ауыз салды. Оның ар жағында әлгі түрлі мүдделер жатыр, саяси, экономикалық мүдделер. Енді соттың тақырыбы ол басқа. Теориялық жағында Салық Зиманов секілді даңқты шешендер болды. Бұлар бірақ бірен саран бұлардың өздері мынау академиялық жағында жүрді. Ал практик соттардың арасында қазақша сөйлейтін не адвокат, не айыптаушы прокурор болған жоқ. Кешегі. Бұл дәстүрде үзілген себебі болды. Сонда саяси тақырыбымыз ол болса да, жаңа айтып отырмын ғой, Кеңестер одағында бір-ақ жиын өтті осындай. Қалған жиындардың барлығы. Сонда қазақтың сөзі, қазақтың шешені өзін барып, сол кезеңдерде тек қана айтқыш дегендер ғана шықты. Елді мекендерде дәл тауып, дәл тигізетін айтқыш деген адамдар оны кейіннен жазып айтып жүр ғой, әр ауылдан пәлен деген айтқыш деген екен. Міне осындай бұлар жалпы мемлекеттік деңгейдегі үлкен аудиториялардан қазақтың сөзінің кеткен кезі.